Қымбатты достар, замандастар, 5 ғасыр бұрын қазтуған жырау бұлт болған айды ашқан, мұнар болған күнді ашқан деп жырлаған болатын. Бұл жай ғана табиғат көрінісі емес, бұл нағыз ер азаматтың, нағыз тұлғаның сипаты. Ер жігіт қандай болу керек? Жырау мұсылман мен кәпірдің арасын бұзып өтіп, дінді ашқан дейді. Бұл кез келген тығырықтан жол тауып, қараңғылыққа жарық түсіру. Табандылық. Еділдің бойын ең жайлап, егескенде жау жайратқан ерлердің ұрпағымыз. Бастаған ісіңді соңына дейін жеткізу, сөзінде тұру, ерліктің заманауи көрінісі. Кеңдік. Қазтуған өзін боз баланың басы едім, боз атаның майы едім деп таныстырды. Ол айналасына шуақ шашатын күн, жол көрсететін ай болуы тиіс. Қазтуған жыраудың рухы бізге мынаны айтады: сенің ішіңде үлкен күш бар. Тек сол күштің бетін жауып тұрған күмән мен енжарлықтың бұлтын сейілт. Әрқайсысың өз ісіңнің қазтуғаны болыңдар. Ортаңда айбынды, ісіңде өнімді, сөзіңде жалынды бол. Есіңде болсын. Сенің намысың, сенің жетістігің, ал сенің жетістігің еліңнің мерейі.